Сәлеметсіздер, құрметті менің оқырмандарым. Міне ертең біз енді келе жатқан көктем мерекесі 8 март мерекесіне қарай қыздарға, келіншектерге, аналарымызға сыйлыққа гүл дайындап жатырмыз. Қолдан жасалынған бұйым, естелікке сол майда, светильник, түнде жанып тұрса шам болады, күндіз декоративный гүл болып тұрады, әдемі болып тұрады. Зато естелікке 2-3 күн тұрып солып қалмайды. Лампочкасы бар. Мынерде изоломмен дайындап, мен кесіп, жұмыс барысын сіздерге шағын көрсете кетейін. Қолдан өзім жасап ете, аналарымызды қуантып, жақындарымызды қуантайық. Тапсырыс берсеңіздер жасап беремін. Қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіп, видеоны тарқата отырайық. Қазағымыз бір-бірімізді қолдай отырайық. Тапсырыс берсеңіздер әртүрлі гүлден жасап берем. Светильниктарды. Мынерде светильниктің сыртын кесіп жатырмын. Сыртын асты жағын кесіп дайындап, флаконын дайындап,